Жұқа мен кең пейіл періштелер. Бір күні Жұқа қалада жүріп, ақшадан қатты тарығады. Басына бір ой келіп, ашық тұрған бір терезенің түбіне тұра қалып, даусын қаттырақ шығарып, жалынып жалбарына бастайды. О, құдіретті күшті Құдайым, көктегі періштелерім, жердегі пендеңді қолдап, жебей көр, тым болмаса 100 теңгеңді қия көр, одан артықты тілемеймін де мен бейбақ. Мұны естіген үй қожасының Жұқаны мазақ етуге көңілі ауады. Ол байқатпай терезеден сараңдығы соншалықты 100 теңгенің орнына 99 теңге лақтырып жібереді. Жұқа жалмажан Аллаға рахметін жаудырып, теңгелерді жинап алып, тезірек кетпекке бұрыла бергенде, біреу қолынан ұстап алады. Қане ақшамды қайтар, алалаған неме, періштелерің сені о дүниеде жарылқар, ал қазір менің ақшамды өзіме қайтар, дереу, деп әлгі қалалық Жұқаға төне түседі. Айтып тұрған ақшаң неғылған ақша, деп Жұқа таңғалған сиды. Менің саған лақтырған ақшаларым. Қатты ашуланған Жұқа шалмасын басынан жұлып алып, жерге атып ұрады да, өзіне кедергі жасап тұрған адамға айғайлай бастайды. Сонда маған ақша лақтырған сен бе? Қашаннан бері сен адамға жанашырлық, жақсылық жасайтын болдың? Бұл жанашырлық емес. Маған тек қызық керек болды. Және сертіңде тұрасың ба, жоқ па, соны білгім келді. Менің сертім бе? Ол қандай серт? Сен тек 100 теңге болса болды, басқа ақшаның маған қажеті жоқ дегенсің. Я, айттым. Қазіргі заманда өмір сүру қиындап кетті ғой. Жаратқан Алла тағаланың өзі ақшадан әжептеуір қиындық көріп жатқан сияқты. Мен жағдайды түсініп, тек оның бергенін ғана алып отырмын. Ал ертең Құдайым керек етсе, жетпей тұрған ақшаның орнын толтырып қайтарып бермекпін. Біздің әрбір қадамымызды бағып, тағдырымызды шешіп отырған періштелеріміздің жағдайында ойлауымыз керек қой, дейді қу кейіпкеріміз аса зор құрметпен ерекше пәктік аңғартып. Періштелердің жағдайын ойлау керек дейді. Жетер енді, бұл қарғысатқан теңгелерді саған лақтырған мен ғой, деп байғұс айғайға басады. Жұқа жерде жатқан шалмасын ала салып, шаңын қағып, алдында тұрған адамға басынан аяғына дейін жақтырмай қарап, кінәлай, бұл теңгелер арам емес, бұл теңгелер адал, себебі оларды бізді желеп-жебеп жүретін періштелер жіберді, деп ұзын сонарға тағы сала бергенде, осыншалықты ақымақтыққа күйіп кеткен әлгі байғұс, жетеді, жетеді, деп айғайлап жібереді. Жетсе жетер, енді өзің ғой мені жібермей тұрған. Жұқа енді кете берейін дегенде, анау қолынан тағы шап беріп ұстап алады. Сен бүйтіп қашып кете алмайсың. Ер соңымнан сотқа барамыз. Жоқ, бармаймын. Немене? Дұрыс емес екеніңді мойындайын дедің бе? Мен ештеңені мойындап тұрған жоқпын. Мен сотқа барудан бас тартып тұрмын. Себебі сот мені ақтап шығады. Әрине, өйткені бұл теңгелер менікі. Жоқ, бұл теңгелер көктегі періштелердікі. Егер саған сот жақтаса, тек жақсы киімдерің үшін ғана. Ал менің киімдеріме қарашы, алба-жұлба. Қалалық біраз ойланып тұрады да, қалың мұртын бір шиырып, егер мен саған жақсы киім берсем, менімен бірге сотқа барасың ба? дейді. Әрине, егер менде сен сияқты әдемі киініп барсам, сот шынында әділдік істер еді. Қалалық Жұқаны үйіне кіргізіп, оған алтын жіппен кестелген жейде, шығыстың шалбарын, әдемі башмақ, аппақ шапан және басына құрметті кісілер киетін матасы Меккеден әкелінген шалма береді. Осы берген заттардың арқасында Жұқа өзін алыс бір елдердің ханзадаларындай сезініп бір жасап қалады. Өйткені мұндай байлық кедейлердің түсіне ғана кіретін. Соттың алдында қаланың тұрғыны сөзді бірінші болып бастайды. Ол Жұқаның терезенің алдына келіп, Құдайдан 100 теңгені қалай тілегенін, Құдайдың барлығына соншалықты сенгендігінің үстіне, тілегі сол заматта орындалған болса, қайтер екен деген ниетпен өзінің оны келеме жеткісі келгенін түсіндіреді.
сотпен және айыптаушылармен бірнеше рет істес болған Жұқа қала тұрғынының таққан кінәларына қарамастан сабырлы қалпын бұзбай маңғазданып отыра береді. Түсінік беруді сұраған заң адамына да сабырлы да салтанатты кейіппен былай деп жауап қайтарады. Болған іске мені кінәламас бұрын, төре, менің соншама алтын уақытымды жоғалтуға мәжбүр етіп тұрған мына адамның жоқ нәрсені құрастыратын жынды екенін білуіңіз керек. Ол сондай сараң, әрі араны ашылған адам. Тіпті жер бетіндегі дүниенің бәрін түгел өзінікі деп ойлайды. Мұны дәлелдеу оп-оңай. Мен өмірімді мұның мұртының бір талына бәске тігемін. Ол тіпті мына менің үстімдегі киімді де өзінікі деуден тайынбайды. Әрине менікі деп айғайлап жібереді қаланың тұрғыны. Аяғыңдағы башмақ та, басыңа киген шалма да. Мұны естіген сот ағасы мына жынды сотқа қатысушылардың бәрінің үстіндегі киімі менікі демей тұрғанда тезірек мәжілісті жабайық деп белгі береді. Сөйтіп Жұқаны келемеш қылғысы келген адам қатал жазаланады. Ол 99 теңгесінен, шапанынан, көйлегінен, шалбарынан, башмағынан, шалмасынан айырылады. Сонымен қатар оған бірнеше таяқ дүре соғылады. Оның үстіне жамандық жалғыз жүрмейді дегендей, 2 ай бойы қайыршылар терезесінің түбінен кетпей қояды. Олар да Алла тағалаға тілектерін жеткізіп, бақтарын сынамақшы болады. Өйткені болған жағдайдың барлығын олар көзімен көрген еді.